Неге? Кейбір актерлардың сахнасын көрген кезде жалықпаймыз да, ал кейбір актерлардың сахнасын көрген кезде 10 секундтан кейін ақ жалығып кетеміз. Өйткені айырмашылығы такттер мен әрекеттерде. Бұл чаббақ жүйесіндегі 6-шы қадам такты и действие деп аталады. Қазір мысал келтірем, қараймыз соңына дейін. Не болды? Пап, маған 5000 теңге берші. Жоқ ақша. Папатай, папашым, берші енді бір 5000 теңге. Балалармен бір PlayStation ойнап қайтайыншы. Үйдің барлығын жасаймын. Мен сені жақсы көрем ғой, папа. Жоқ дедің ғой саған ақша, қойшы. Ту, пап, мен сенің ұлыңмын ғой. Айтқан нәрсең барлығын істеп жатырмын. Үйді жинап жатырмын, полды жуып жатырмын. Әпкеме ақша бересің да, маған бермейсің. Мен де сенің ұлыңмын ғой, пап. Берші енді бір 5000 теңге. Бір сұраған кезде бір, пожалуйста, пап, өтініш, берші бір. Сен кішкентайсың, қойшы бол. Жоқ ақша. Жарайды. Мен кішкентай екем ғой онда. Мен үйді онда жинамаймын, есік алдын сыпырмаймын, ыдысты да жумаймын, мамаға да көмектеспеймін. Болды, мен есігімді жауып аламын да, үйде отырамын онда осылай. Жарай ма? Болды онда. Тоқта. Жарайды. Шантажист десе. Жарайды, пап. Бұл әзіл, жай ғана әзіл. Мен сізді жақсы көремін, пап. Әртүрлі такт, әртүрлі әрекет, әртүрлі ниет, бірақ мақсатымыз бір болу керек. Сол кезде актердің ойыны бізді жалықтырмайды. Бұл чаббақ жүйесіндегі 6-шы қадам такты и действие деп аталады. Ал бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болса, маған лайк басып, қолдап кетіп, тіркеліп кетсеңіздер, мархабат. Сау болыңыздар.